Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бірге үнді мантысын дайындайтын боламыз. Ендеше видеоны бастаймыз. Бізге керек заттар: пияз, ет, тәтті болгар бұрышы, сәбіз, картоп және кабачки. Барлығын төртбұрыштап турап аламыз. Ең алдымен ұнымызға жұмыртқамызды, тұзды суымызды қосып, жақсылап қаттылау етіп нанымызды илейміз. Дайын болған нанымыздың бетін 30 минут жауып қоямыз. Енді кезекте қызып тұрған қазанымызға ең алдымен етімізді салып қуырамыз. Суы сіңгеннен кейін пиязымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте томат пастасын қосып араластырамыз. Содан соң тәтті болгар бұрышын, сәбізді, картопты қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ең соңынан кабачкиімізді қосып, үстінен суымызды құямыз, бетін жабамыз. Қайнағаннан кейін отты бәсеңдетеміз. Дәміне қарай тұз, перецті қосып аламыз. Міне біздің нанымыздың иіні қанды. Әрмен қарай нанымызды жайып, оның бетіне күнбағыс майын жағып, қайнап тұрған сорпамызға, подливімізге қойып шығамыз. Содан соң бізде осындай керемет, өте дәмді үнді мантысы дайын болып шығады. Бұл видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, комментарий алдырып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.